буын иықтарымыз жаңағыдай жабысып қақсайды, оның барлығы бізде ет пен терінің арасына тұрып қалған суықтан, яғни остеохондроздан плюс бізде буындардың суықтағаннан. Сондықтан қол массажына бейжай қарамаңыздар. Күнделікті қолға уход жасау керек, қолға массаж жасау керек, ең болмағанда күнделікті азанда жаттығу жасауымыз керек. Сонда буындарымыз жаңағыдай қан айналым дұрыс болғандықтан бізде остеохондроз пайда бола бермейді. Ал егер де қимыл аз болатын болса, бізде обязательно остеохондроз пайда болады. Ол ет пен терінің арасына тұрып қалған суық, яғни қан айналым бізде нашар болады. Сондықтан қолымыз қақсады, иықтарымыз, лопатамыз жабысып қалады, және де ауырсыну болады. Яғни буындарымыз ауырады. Сондықтан міндетті түрде қол массажын жасатып тұрыңыздар. Әсіресе жаңадан босанған аналарымыз